Оразаның 6-шы күніне қарапайым салат, майда қуырылған вермишель және сметаник пирогы. Ең алдымен етімізді кішкене қуырып аламыз. Пиязымызды салып қуырамыз. Қызанақ, сәбіз, картоп салып, барлығын қуырып аламыз да су құйып қайнатамыз. Вермишелімізді духовкада немесе сковородкада қуырып алып, қайнаған суымызға саламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Тез дайындалады. Енді пирогымыздың қамыры. Ұнымызға сары майымызды, қантымызды салып, крошки дайындаймыз. Қамырымызды кішкене қойып қоямыз. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, жұмыртқа, қант салып араластырамыз. Формамызға дәл видеодағыдай қамырын орналастырып, пирогты пісіріп аламыз. Огурцы, помидорыңызды қалауыңызша формада тураймыз. Тұз сеуіп араластырамыз. Бүгінгі ауызашарға дайындалған ас мәзіріміз осындай. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.